Бұрынғы өткен заманда бір күйші ғұмыр кешіпті. Бала кезінен өнер қуып, күй шертіпті. Өмір бойы домбыра, қобыз, жетіген, шаңқобыз аспаптарын жасапты. Оның орындаған күйлерін тыңдаған адамдар да, жануарлар да жүректеріне тәтті шырын құйылғандай ерекше сезімге бөленеді екен. Сырқат адам ауырғанын, мұңды адам қайғысын ұмытып, жылаған бала жылағанын тоқтатып, өмір бойы осылай болуды қалап, сиқырлы сәттің бітпеуін тілейді екен. Күйшінің және оның аспаптарының ерекше сиқыры да осындай екен. Жылдар өтіп, күйші қартайыпты. Күйші: Кімде-кім менің сиқырлы аспаптарыма тіл бітіріп шырқатса, сол адамға аспаптарымды мұра етіп қалдырамын, деп жар салады. Сол заманда Өнербай деген кісінің 7 ұлы болыпты. Олар шетінен өнерлі, ақылды, дарынды болып өскен екен. Олар өнер, білім іздеп ел аралап жүріп, күйшінің үйіне келеді. Балалар амандасып үйге кіргенде, ілулі тұрған аспаптар сыр шерткісі келіп тұрғандай күңіреніп кетеді. Енді балалар қарияның аспаптарын мұраға алуы үшін сендерге жұмбақ жасырады. 9 белбеулі, 2 тербеулі, қос құлақты, үні ұнамды. Бұл қай аспап? Домбыра. Үнім менің шалқиды бар ғаламға, арнаймын саз күйімді бар адамға. Домбыра, Құрманғазы, Тәттімбет, Дина әжемнің күйлерін кім жеткізер болашаққа? Бас, құлақ, мойны бар, үп-үлкен шанағы бар. Ысқышпен ысқанда әндетіп шығар тағы әні бар. Бұл қай аспап? Қобыз. Ата қорқыт жасаған нар қобызбын. Тарихты да жырлаған наз қобызбын. Қанша ғасыр өтсе де киелімін. Ұрпақтармен бірге жасап келемін. 7 ішектен 7 түрлі үн шығар. Әуізінен 7 тарау мұң шығар. Ойнап кетсең 7 түрлі мұң шығар. Жетіген: Қайғы басқан қарияның зарын жырлап беремін. 7 ұлына арналған күйді шертіп беремін. Ерекше үні, сүйкімді тілі, ерім мен тістің көмегімен шығатын үні аспаптың бірі. Шаңқобыз. Оймақ ерін ақ саусақ бір-біріне жықпады. Ары-бері сермеп еді, әуендеттім, тербеттім. Балалар, жарайсыңдар, сендерге өзімнің аспаптарымды мұра етіп қалдырамын. Қарияның жұмбағын балалар тауып, осы күнге дейін атадан балаға мұра етіп қалған екен.